Бүгін оқушылар, бүгін сіздермен сөз таптары деген тақырыпты өтетін боламыз. Жалпы сөз тапы дегеніміз өздеріне тән лексико-семантикалық, морфологиялық және синтаксистік ортақ белгілері бар сөздердің топтарын айтамыз. Яғни сөз табына жататын, сөздерде міндетті түрде осы үш қасиет болу керек. Оның лексикалық, семантикалық мағынасы, морфологиялық мағынасы және де синтаксистік ортақ белгісі болу керек. Келесі сөз таптарына біздер жатқызамыз зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөздер, шылау, одағай. Жалпы шылау мен одағайды үйрену оңай, ал қалғандары кішкене ережені жаттауды және де талдауды қажет еді. Ең бірінші біз зат есімнен бастаймыз. Бүгін зат есімге тоқталатын боламыз. Жалпы зат есім деген не? Жалпы ат айтып тұр, зат есім. Заттың есімі деген секілді екі сөзден құралып тұр. Ереже шығып тұрады. Осы сөздің өзіне ереже пайда болады. Заттың құбылыстың атын білдіріп, оған кім не деген сұраққа қоя аламыз. Яғни кім не деген сұрақ қоя аламыз. Яғни кім деп біз адамға, не деп затқа қоямыз, қарапайым ғана сұрақтары. Және оны ажырату өте оңай. Жалпы зат деген ол күнделікті өмірде қолданып жүрген заттарымыз болуы мүмкін. Өзімізде затқа жатамыз, мысалы кім, адам. Келесі, мысал келтіретін болсақ, құз, тас, су, шыны, адам, қол деген сөздермен қатар жаңбыр, найзағай, жүріс, капитализм, осы ұғым, ақыл деген сөздерде жатады. Өйткені біз ұғым дегенге не деп сұрақ қоямыз, дұрыс па? Ақыл дегенге не деп сұрақ қоямыз, сондықтан ол зат есімге жатады. Зат есімнің міне сұрақтары белгіленген осы жерде. Не, кім, нелер, кімдер. Міне көпше түрлі сұрағы бар. Мысалы, кейбір оқушылар, кейбір енді бастап жатқан оқушылар не, кім деп қана біледі, нелер, кімдер деп сұрақ қоюды білмейді. Жалпы сұрақ қойған кезде оның көпше түрде болады. Көпше және жекеше сұрақ. Мысалы, жекеше сұрақ кім, не? Жеке сол затқа ғана қойылып тұр. Ал көпше түрі оның нелер, кімдер, осылай лер, дер секілді жалғаулар арқылы жалғанған сұрақтар да қоюымыз керек. Ол міндетті түрде болу керек. Келесі, жалпы зат есім жалпы және жалпы бөлінеді. Жалпыға тоқталатын болсақ, жалпы есімдер деген тілдегі әр алуан деректі және дерексіз заттар мен ұғымдарды білдіретін зат есімдер аталады. Жалпы мен сіздерге көрсетейін, сызып тұрып. Міне, мысалы, ағаш деп тұр. Міне, ағаш, ат, ас, арал, арба, бас, бала. Ақыл, сана, түсінік, ер, ес, ет, кете береді осылар. Жалпы бұлар жалпы есімдер. Неге? Өйткені ағаш біреу-ақ емес қой. Ол көп, міне. Ағаш көп, мысалы. Ағаштар, нелер. Дұрыс па? Ағаштар, нелер. Оған, мысалы, бұл жалпы есімге көпшеде сұрақ келеді. Көпшеде және де жекешеде қойыла береді. Міне осы көпше және жекешеде қойыла береді. Себебі ол жалпы есімге жатып тұр. Келесі ат, ас, арал, арба деген өте көп. Сондықтан жалпы аталып тұр. Бас, ол адамның басы, дұрыс па? Адамның басы көп қой. Сондықтан ол жалпы бәріне тиесілі зат. Бала, ақыл, сана, барлығына тиесілі жалпы қолданыстағы зат болғаннан кейін, ол жалпы болып есептелінеді. Келесі. Ауыспай қалды ғой. Келесі бізде жалқы есімдер. Жалқы есімдер тек белгілі бір ұғымға ғана, белгілі бір затқа ғана тиесілі затты айтамыз. Яғни жалқы, жеке өзімдікі деген секілді мағынада жаттап алыңыздар. Мысалы, кісі аттары. Қараңыздар, тағы да сызып көрсетейін. Мінекей, кісінің аттары. Асқар, Арлан, Ағыбай. Тек Асқарға ғана тиесілі, Арланға ғана тиесілі, Ағыбайға ғана тиесілі. Өйткені ол жалқы есім. Келесі, үй хайуандарына берілетін атаулар, яғни арнайы атаулар. Тайбұрыл, теңбілгөк, ақтабан, таймас. Таймас ол таймас. Тек өзіне тиесілі. Дұрыс па? Ақтабан ол ақтабан.
өзіне тиесілі. Міне, тек өзіне қойылған адам аттарын, хайуан аттарын айтып тұр бұл жерде. Келесі өндіріс, мекеме, үйім аттары: еңбек, қайрат, түрксіб. Тек өзіне ғана, яғни осы мекеме ұйымның атына ғана тиесілі. Жалқы есім, жалпы емес. Негізі ажырату оңай. Жалқы есім ол адам аттары деп те жаттап алуымызға болады. Жалпы есім ол жаңағы ағаш, аспан, ақыл, сана деген секілді жалпы ұғымдарды айтамыз. Келесі бізде жалпы зат есімді үйрену барысында ең зат есім өте оңай, ең өте оңай, ең тез үйреніп алатын сөз таптарының ішіндегі ережесі де оңай бір сөз табы. Келесі зат есімнің ережесімен таныстық, оның не екенін білдік. Жалпы оның түрлерінде білдік, жалпы, жалқы деген секілді, негізгі деген секілді оларды толығырақ өтетін боламыз. Келесі мысал келтіре аламыз ба? Келтіре аламыз. Зат есім. Мысал келтіріп көрейік. Өзіңіз дәл қазір өзіңіз ойланып көріңіз. Не деген сұраққа жауап беретін, қандай сөз миыңызға келді, айтып көріңіз, мысал келтіріп көріңіз. Жалпы сабақты үйренген кезде, кез келген сабақты өтіп жатқан кезде, көріп жатқан кезде бірден өзіміз іштей үйреніп қайталап алуымыз керек. Сонда ғана ұғынықты болады. Келесі сұрағы бізде кім, не? Ал көпше түрі кімдер, нелер? Өте оңай. Жалпы зат есімден жалпы білуіміз керек осы 4 қағида: ереже, түрлері, мысал келтіре білуіміз және сұрағын жаттау білуіміз. Жалпы осы 4 қана принциптен тұрады зат есімді жаттау, және оны түсіну, және оны ұғыну. Міне 4 қана дүниеден тұрады екен. Жалпы осы, назарларыңызға рахмет. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мүмкін мен түсіндіруім қиын болып жатқан шығар. Мен сізге барынша көмектесуге тырысамын. Сұрақтарыңыз болса, мен сіздерді күтемін. Ұнаса лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.